Ал Мансұр, жағдай қалай? Жақсы. Көңіл күй қалай? Жақсы. Қандай киімің өзіңе жарасады? Жасың нешеде? 8-де. 8-де қандай мектепке барасың? Қай мектепке барасың? Нөмір 73-ші мектеп лицей. 73-ші. Осы Астанада. Қазақ сыныбына? 3-ші сыныпта. 3-ші А. Қанша мұғалім бар сыныпта? Қанша оқушы бар сыныпта? 23 оқушы бар. 23. Бәрі 5 па сабақтың? 4 бар ма? Мен? Иә. 4 жоқ. 4 жоқ па? Үйде қаншасың бар? Үйде бауырларың бар ма? Мектепке баратын жалғызсың ба? Жалғызбын. Жалғызсың. Мансұр, менің түсінгенім, сен мына жерде көрсетілген сандарды былай қоса алсың, ала аласың, және де осы сандарды әп-сәтте көбейтіп шығасың. Иә. Мен қазір калькуляторды алам, сенің жасағаныңды, шығарғаныңды тексеріп отырам. Көрермендер де тамашаласын. Баста. Қолың жетпесе маған айтасың. 12-ге 43. 43-ке 56-ны қосасың. Одан 72-ні аласың, одан кейін 38-ді қосасың. Қазір мен айтшайын, 38-ге 56-ны қосасың, 56-ға 72-ні қосасың, 72-ге 81-ді, яғни шыққан санға қосасың, одан шыққан санынан 94-ті аласың, одан кейін 50-ді қосасың. Ал. Көрсет, қолыңмен не істеп жатсың? Бізде осындай шот бар, абакус деген. Біз бірінші және екінші уровеньге біз сол абакус әкеліп берейін ба саған? Соған істейсің ба қолыңмен? Қайда абакус? Ал. 12-ге 43, 43-ке 56, одан 72-ні аласың. 12. Сен көрерменге қарап тұр, мына жақта тұр, мына жақтан тұр. Ал, кеттік. 12. Қосу 43. Қосу 56. 56. Алу 72. Азайту 72. Қосу 38. 38. Қосу 56. Қосу 72. Қосу 81. Алынған 94. 4. Қосылған 50. 242. Жаз. Міне құрметті көрермен, 242 болды. Біз мұны 1 минутқа жетпей есептедік. Енді мына жерде тұрған сандарды дем арасында тез арада маған көбейтіп берсең. Сенің қолың жетпейді, сондықтан абакуспен ұстай тұрайын, абакуспен істе, а мен жазамын. Ал. 12 көбейтілген 4. 12 көбейтілген 4. 48. Ойша айта бересің ба? Ойша айт. Ал, жақсы. Ойша 12. айта ғой, мен жаза берем. 12 көбейтілген 4. 48. 48. 301. 43 көбейтілген 7. 301. 301. 56 көбейтілген 5. 280. 280. 72 көбейтілген 9. 648. 648. Құрметті көрермен тексеріп отырыңыздар. 38 көбейтілген 3. 114. 114. 56 көбейтілген 7. Қазір. 392. 392. 72 көбейтілген 8. 576. 576. 81 көбейтілген 2. 162. 162. 94 көбейтілген 6. 564. 564. 50 көбейтілген 9. 450. 450. Минутқа жеткен жоқ. Рахмет, Мансұр. Жарайсың. Құрметті көрермендер, жалпы біздің бүгінгі хабарымыз ерекше болғалы тұр. Себебі кейіпкерлеріміз әдеттегіден де ерекше. Студияда тумасынан талантты, ғажайып, әлемдік терминмен айтатын болсақ, вундеркинд балалар. Я, олар өзгеге ұқсамайды. Өзгеше ойлайды, даму жүйесі айрықша, қабілеттері ерекше. Адам бойына мұндай керемет қасиеттер қайдан беріледі? Жалпы жаратқанның жұмбақ жандары қалай қалыптасады? Армысыздар, ұлттық арнада әйел бақыты, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымыз болашақтың балалары. Біз енді хабарымыздың телефонын айта кетеміз де, студиямызға келген сарапшылармен таныстырамыз.
55-31-80, 55-31-81 байланыс телефонымыз. Студиядағы қонақтарды қарсы алайық. Мейіз Балғабаева, ментальды арифметиканың оқытушысы. Қош келдіңіз. Нұрша Оразақынова, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, сатылай кешенді оқыту технологиясының авторы. Және де Алмаз Жансағымов, ұлттық шахматшылар одағы шахмат академиясының төрағасы. Қош келдіңіздер. Ал менің жанымда отырған балақайлармен де танысайын. Бұл балақайлар жай отырған жоқ, шахмат ойнап отырсыңдар, е? Танысамыз ба? Менің атым Нөгербек Қазбек. Нөгербек Қазбектің бірақ микрофоны жоқ сияқты. Микрофоныңды ала ғой. Иә, микрофонға сөйлей ғой. Менің атым Нөгербек Қазбек. Қазбек, қаншадасың? Жасың нешеде? Мен 11 жастамын. Қанша болды шахматпен айналысқаныңа? Шахматпен айналысқаныма 7 жыл болды. Өзің 14-тесің? 11-демін. 11-десің, 11-ді 4 жасыңнан бастадың? Иә, 4 жасымнан бастадым. 4 жасымда мен балабақшада мені Алмаз Жансағымов үйретті, шахматқа үйретті. Ағайың үйретті, ағайың бүгін студиямызда отыр. Бірінші күннен ұнаттың ба шахматты өзің осылай? Иә, бірінші маған үйде әкем шахматты үйреткен. Сонда мен... Ішің пісіп кеткен жоқ па? Жоқ, піспады. Иә. Шахмат маған қатты ұнап кетті. Содан мен шахматқа қатыса бастадым. Ал қазір өзің шахматты күнде қанша уақыт бөлесің шахматқа? Шахматқа енді 4-3 сағат бөлемін. 3-4 сағат күніне, е? Иә. Жарайсың, Қазбек, мен сен үшін ризамын, қолда кеш. Кәнекей, Амина, өзіңмен танысайық. Микрофонды ала ғой. Ой, қандай Аминаның медальдарын қараңыздар, құрметті көрермен. Амина, жасың нешеде? Менің жасым 9-да. 9-да. Амина біздің Азия мемлекеттері арасында 11-ші мектеп аралық жарыста жеңімпаз атанған екенсің, е? Иә. Сингапурда өткен. Мінекей. Керемет. Айта ғой, ал 9-дасың? Менің жасым 9-да. Мен шахматты 5 жыл оқимын. Мен 4 жасымнан бастап шахмат ойнадым. Маған атам 4 жасымнан бастап шахмат үйретті. Содан маған өте қатты ұнады. Кімге ұқсағың келеді? Чемпион бол, Жансаяға ұқсағың келе ме? Жансая Абдумаликке және де Динара Садвакасоваға ұқсағым келеді. Біз саған сәттілік тілейміз. Осы медальдарыңды бүгін көрермендерге көрсете отырып, тағы да біраздан кейін әңгімелесеміз сендермен. Жарайды ма? Сендер бір ойын бастамайсыңдар ма енді? Ой, басынан болмайды. Басынан бастаңдар, содан кейін бәстесіңдер екеуің. Неге бәстесесіңдер? Кім жеңеді? Соңында неге бәстесеміз? Мансұр, сен айтшы, неге бәстессің? Сникерсқа. Жоқ, ол пайдалы емес. Апельсинге. Мен білмеймін, алмаға, апельсинге. Апельсинге болмаса алмаға, құрметті көрермен, жеміс жидекке бәсесеміз дейді. Жеңген балаға әке шешелеріңіз 1 килограмм жеміс жидек сыйлайды. Келсік пе? Жарайды. Бастаңдар, жүр Мансұр. Екеуміз отырайық. Мен қазір ортаға, құрметті көрермен, Мансұрдың анасын шақырғым келіп отыр. Жарнамадан кейін Мансұрдың анасымен әңгімемізді жалғастырамыз. Қарайлым, менталды арифметиканың не екенін білесің бе? Жоқ, ол не? Менің ойымша, ойша есеп шығару. Ендеше барып көрейік. Кеттік. Балалар барлығы кішкентай ғой. Бұлар вундеркиндтер шығар. Қазір сағат біткенде өзіміз сұрап көрейік. Шынында ойша есеп шығара ала ма? Көруге болады ма? Өздер балаларыңыз. 45, қосу 35, 73, 42, 17, ел сайын жауап. Дұрыс дайындалыңыз. 46, қосу 19, 89, азайту 93, қосу 72, ойған жауап. 26, қосу 71, 39, 85, 40 жауап. Дұрыс дайындалыңыз. 92, қосу 20, 45, 61, 58 жауап. Дұрыс дайындалыңыз. 296, азайту 153, қосу 744, 192 жауап. Дұрыс. Так, балалар, көбейтуге кім шығады? Так, келе ғой. Ал енді балалар, бірден 9-ға дейін сандарды мағынай келеді. 9. Мәссаған.
жастарының кішілігіне қарамай, мұндағы балалардың барлығы білімді. Менталды арифметика есеп шығаруға ғана емес, жылдам ойлауға да көмектеседі. Бүгінгі бала ертеңгі ел болашағы. Болар бала бесіктен, ұшқыр ойлар, зеректе зерделі. Болашақ көрбие берсін. Хабарымызды жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз 55-31-80, 55-31-81. Жаңа ғана өздеріңіз тамашалаған кішкентай балалардың бірі біздің студиямызда Мансұр отыр. Мансұр да жаңағыда өздеріңіз көрдіңіздер. Қолдарының, саусақтарының қандай тез жылдам қимылдауымен түрлі есепті шығара береді. Бізге кішкентай көрерменіміз хабарласып тұр, Мансұрға сұрақ қоямын деп. Сәлем балақай, тыңдап отырмыз сені. Эфирдесің? Қайырлы күн? Сәлеметсіз бе? Сәлем, есімің кім? Нұрсәуле, жасың нешеде? Қайырлы күн. Жасың нешеде? Есімім Нұрсәуле. Жасың нешеде? Жасым 10-да. 10-да. Нұрсәуле. Мінекей, Мансұр сенен бір-ақ жас кіші, е? 2 жас. 2 жас кіші. Сен теледидардың дауысын сәл бәсеңдет, сонда анық естисің. Ал, айта ғой жаным. Мансұрға сұрағың бар ғой дейм. Сен осы қабілетті қайдан үйрендің? Сенің ұстаздарың тұрасың деген сияқты. Жақсы, мен де сен сияқты ақылды болғым келеді. Солай ма? Сен де сондай болғым келеді. Ал, Мансұр айтып берші өзің. Мен соны Юсимас менталды арифметик мектебінде үйрендім. Қанша жасыңда бардың? Мен сол жерге 7 жасымда бардым. 1 жылдың ішінде сен осылай үйрендің, Иә. Демек, сенің оған кеңесің 10 жасар көрерменімізге осындай менталды арифметика мектебіне бар, Мектебіне бар. Осындай мен сияқты есеп шығара аласың. Тез үйренуге болады ғой? Иә. Ол 4 жастан 12 жасқа дейін қабылданылады. Жақсы, мінекей. Рахмет. Мен қазір тағы да бір рет тексерсем деп отырмын. 400 есепте. Құрметті көрермен, менде калькулятор. Мансұрдың қолы дайын. 486, тұра тұр, басынан. 486 көбейтеміз 654. Оны мен Кешірім сұраймын. Мейіз ханым, жеңілірегін айтайық. 2 таңба алсан, 2 таңба алсан. 45 көбейтеміз 95. 2 таңба алсан. 2 таңба алсанды 1 таңба алсанға, жақсы. 29 көбейтеміз 8. 238. 238. Бәрекелді. 74 көбейтеміз 7. 518. 518. Жақсы, менің сөзім жоқ. Әсемгүл Кабиденова, келіңіз. Бұл ғажайыпты, бұл таңғалатын жағдайды түсіндіріңіз бізге. Мансұрдың анасы ортамызда. Қарсы алайық. Келіңіз. Әсемгүл ханым, қош келдіңіз. Көрлетіңіз. Жағдайыңыз қалай? Енді бізді көріп отырған қанша алда келе жатқан мереке құтты болсын. Қаншама көрермен көріп отыр. Мінекей балаларымыз Мансұрға ұқсаса екен деп отыр. Ал неден басталды? Ана ретінде басқа аналарға кеңесіңіз болсын. Әрбір ата-ана баласы жақсы оқысын деп қалайды, болашақта биіктен көрсін деп қалайды. Мен де сол бір содан шыққан анамын. Балам жақсы оқысын деп әртүрлі дамыту орталықтарына апарамын. Содан соң кішкентай кезінен Мансұрдың бір үлкен қабілеті математика болып шықты. Өзіңіз байқадыңыз ғой математикаға? Соны өзім байқап, сосын міне Мансұр айта кеткендей, 2014 жылында біз Юсимас менталдық арифметика орталығына келдік. Іздеп жүріп өзіңіз таптыңыз ғой? Іздеп емес, біздің туыстарымыз сонда барып, сосын қандай жақсы қабілеттері бар екен, сол орталығын соны бізге айтып берді. Сосын біз бір жыл бұрын сол Юсимас орталығына барып, сол кезден бастап мамыр айында республикалық жарысқа қатыстық, бірінші орынға ие болдық. Бала арасына шаршадым, анашым бармай қойсам бола ма деген кездер болды ма? Жоқ, ондай кездер болған жоқ. Мансұр өзім, барамын, маған ұнайды деп солай.
Мейіз ханым, ал енді әңгімеге араласыңыз. Сіз оқытушысыз осы жерде. Қаншалықты бұл ата-аналардың өздерінің арманы ма, балаларын сөйлеп әкеліп, балаға ұнаса да, ұнамаса да, әлде баланың өзінің бойына сіздер қабілетті байқайсыздар ма бірінші күннен? Жоқ, әрбір бала өз еріктерімен келеді, және бұл өте қызықты бағдарлама, жай бағдарламаға қарағанда. Сондықтан бірінші күннен балалар қызығып, өздерінің ынталары болады. Қалай ашасыздар сол қабілетті? Осы қабілетті жалпы әрбір бала 4 жас пен 12 жас аралығындағы балалар, яғни сандарды жазып, тани білген балалардың барын оқыта аламыз біз. Ал жалпы былай меңгеріп кетуі қиын балалар кездесе ме арасында? Жоқ. Егерде, ондай бала болмайды. Неге болмайды, білесіз бе Мейіз ханым? Мен сізге шынымды айтайын. Мен 2 баламды да апардым. Бір айдан кейін екеуі бармай қойды. Олар маған шарт қоятын болды. Анашым, біз бәрін жақсы істейміз, тек қана бізді ментальды арифметикаға апармашы дейтін болды. Неге десем, не ол оған мұғалім кінәлі, не мен кінәлі, мен түсінбедім. Содан кейін баланың еркіне көндім да жарайды дедім. Бұл бағдарламаның ерекшелігі, яғни бұл жаңағы пианинода ойнау, немесе спорттың әрбір түрін алайық, жаңағы жеңіл атлетика дейік, бұл бағдарлама мақсаты, яғни жаттығу, күнделікті жаттығу керек. Осындай Мансұр секілді жетістікке жетем десе, бала күнделікті жаттығу керек. Күнде жаттығыздар ма сен? Әрине. Қанша уақыт аласыздар? 1-2 сағат Үйде, күнде. Кешке. Күнді дайындаламыз. Керемет. Тыңдап отырмыз, көрермен, сәлеметсіз бе, эфирдесіз. Айта қойыңыз, сұрағыңыз қандай? Айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Қарап отырсақ, біздің шахматшыларымыз да ойынға кіріп кеткен сияқты міне. Екеуі кәдімгідей 1 килограмм жеміс-жидекке бәстесті ғой енді. Байланыс үзіліп кеткен сияқты, біз қайта күтеміз. Сіздердің сұрақтарыңызды жалғастыра берейік ары қарай. Енді кімнен мұндай талант? Өздеріңіздің бойларыңызда бар ма? Қан арқылы? Екеуімізде де сондай жақсы оқыған адамбыз. Сіз математиксіз бе? Жоқ, мен математика емеспін, экономистпін. Экономистсіз. Болашақта кім болғың келеді, Мансұр? Технарь болғым келеді. Технарь? Ол немен айналысады? Ол әрбір техникаларды қарап, оларды жасай алады. Өзің ойдан қарап табасың. Не ойлап шығарғың келеді? Компьютер. Компьютер? Нақты? Мысалы, компьютерді өзің ішігі құрылғыларын бәрін ойлап тапқың келе ме? Жаңа функциялар енгізіп. Қандай функция жетпейді деп ойлайсың сол компьютерға қазіргі заманда? Не жетпейді осы біздің компьютерларда? Мүмкін бәрі ойлап қойған шығар дегенім ғой. Жылдамдығын арттыру керек па? Жылдамдығын және... Есе сақтау, жадын үлкейту керек. Бірақ ол сынбас үшін. Сынбас үшін, не істеуге болады, берік болу үшін, Брони компьютер ойлап табатын шығарсың сен, Достарыңмен киноға барасың ба? Біз сыныптастармен бірге киноға бардық. Бос уақытында немен айналысасың? Жарайды енді таңнан кешке дейін ментальды арифметикамен сабақтан басқа да бір бос уақытың бар шығар? Бала болып ойнайсың ба өзің? Не ойнайсың? Мен шахматқа барамын, және менде үйде шахмат бар. Өзім ойнай аламын. Кімде де бос уақыт бар болса, мен олармен ойнаймын. Жақсы, 9 құмалақ ойнамайсың ба мысалы? Жоқ. Жақсы, енді сен үйренеді 9 құмалақ. Жарай ма, Әсемгүл ханым, Жарайды. Тыңдап отырмыз. Бүгінгі хабарымыз жалпы вундеркинд балаларға арнап отырмыз, құрметті көрермендер. Ол неміс тілінен аударғанда ғажап, керемет деген мағынаны білдіреді екен. Ал сіздің балаңыз ғажап па? Көрермен, сәлеметсіз бе? Эфирдесіз. Мен сізді естіп отырмын, тек қана теледидардың дауысын бәсеңдетсеңіз, сұрағыңызды қойсаңыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Мереке құтты болсын алдағы. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен барлықтарыңызды құттықтаймын. Бүгінгі тақырыпқа сай, мен балам әлі кішкентай, 4 жаста, бірақ ойымда бар еді осы ментальная арифметика жайлы сұрайын деп едім. Сұрағыңыз, Мейіз ханым отыр мұнда.
Вот көп балалар соған барады екен, бірақ жолдастарымыздан естуім бойынша мектепке барғаннан кейін мектеп бағдарламасына сай келмегендіктен ба педагогтар бұл дұрыс емес деп айтады. Сол жайлы білейін дедім, рас па, өтірік пе, қалай бұл? Мектеп бағдарламасы басқаша болады, бала шатысады дейді содан кейін. Иә, түсінікті сұрағыңыз. Жаңағы баланың анасы қазір беріп отыр ғой, мектепке баласы барады ғой деймін. Иә, міне Қазір қалай сонда? Әсемгүл ханым жауап берсін. Енді мектептегі математика ол бір бөлек әлем, ментальды арифметика ол бір бөлек әлем. Бала шатаспай ма дейді? Жоқ, бізде ондай мәселе жоқ. Жүйкесіне, мысалы, ойлау қабілетіне, денсаулығына. Осы бір жылдың ішінде математикасын жақсартып, жылдамдығы өсіп, еске сақтау қабілеті өсіп, сол математика ешқандай. Жақсы, біз оны ата-аналар солай айта береміз ғой, баланың өзінен сұрайықшы, Мансұр айта қойшы. Мектептегі математика қиын ба, әлде ментальды арифметика қиын ба? Екеуі де бірдей сияқты. Жаңа айтып жатыр ғой көрерменіміз. Мұғалімдер кішкене қарсы болады екен деп. Сенің мұғалімдерің қарсы емес пе? Жоқ. Қарсы болмайды, Жоқ. Мейс, ханым. Мен айтып кететін болсам, яғни ментальды арифметиканың оқытушысы ретінде, бұл бізде жалпы білім беретін орта мектеп емес. Яғни бізде қосымша баланың қабілетін дамытамын деген орталық, яғни бұл есепті көбейтуді, мысалы мектепте көбейтуді мұғалімдер қалай үйретеді, бала солай шешеді. Ал біздің орталықта басқа жолмен шешіледі, яғни бұнда баланың екі шешімді екі жол арқылы шеше алады. Яғни бұл өскенде де баланың қабілеті артып, одан сайын. Кейін өскен кезінде проблемалар кездеседі, жылдам ойлауға, сабырлық шақыруға, адамның мысалы тыңғылықты бір істі басан соңына дейін аяқтауға, бұл енді өте үлкен үлесін қосатын. Бұл математикамен шатастыруға болмайды, себебі бағдарламаның басты мақсаты бұл зейін қою, қабілетін арттыру, есте сақтау. Жалпы осы есеп шот арқылы, есептеу арқылы мидың екі жарты шарын бір мезгілде жұмысқа ынталандыру. Мінекей, құрметті көрермен, сіздің сұрағыңызға жауап бердік қой деймін. Енді біз ақырында басқа да ақпаратқа ауысып, осы студиямызда отырған басқа сарапшыларды әңгімеге тартсақ деп отырмыз. Сіздер көрермен болып тыңдадыңыздар. Өздеріңіздің балаларыңыз, немерелеріңіз барды ма ментальды арифметика? Алмас мырзаның баласы әлі екіге толған жоқ, енді ғана. Ал өзіңіздің немерелеріңіз? Немерелерім әлі бара қойған жоқ, бірақ естіп жатырмын. Дегенмен де жаңа көрерменнің де пікірін ескерген дұрыс сияқты. Сіз педагогика ғылымының, айтыңызшы, педагог ретінде. Жаңа мынау ментальды арифметиканың маманның айтып отырған кейбір пікірлері кішкене көңілге қонбайды. Неге десеңіз, бала мектепте оқып отырғанның оның стандарт деңгейі бар ғой, сол стандарттың деңгейінен жасына лайық. Сосын баланың жалпы қабілеті, мынау педагогика, психология жағын жақсы ескеру керек сияқты. Және мектеппен міндетті түрде байланыс жасау керек. Мұғалімдердің қарсы болып отырған себебі, шын мәнінде ол бала тез есептеуге мықты шығар, бірақ бізде мына ой есептері бар ғой. Сол ой есептер, мәселе есептер, ол сөзге құрылған есептер. Ал оны бала қалай ойлап, қалай шығарады. Сондықтан мектеппен тығыз байланыс жасау керек бұндай орталықтар. Ал сонда ғана оның нәтижесі. Мүмкін жекеменшік қолда болғаннан кейін, мүмкін жарнамасы жақсы болғаннан кейін, мысалы, тыңғылықты зерттелмеген шығар дейсіз ғой, Сондықтан бала көбінде сол анау тез шығаратын ментальды математикаға қызығады, ал кәдімгі оймен, сөзбен шығаратын есептерге шын мәнінде қиналып жатады. Ол мен күнделікті мектеппен байланысты болғаннан кейін, ол жағын мен жаңағы көрерменіміздің пікірін дұрыс деп есептеймін. Жақсы, тұшымды ойыңызға мыңда бір алғыс, өйткені бұл жерде біз бір жақты көзқарас қалыптаспау керек, бұл өте дұрыс болып отыр. Нұржан ханым, қазір сіздің шәкірттеріңізді шақырамыз студиямызға. Ал құрметті көрермен, осы арада біз жарнаманы тамашалап алайық, содан кейін кішкентай біздің жеткіншектеріміз студиямызға кіреді. 8 жасар Нұридин Хасенов сабағын жақсы оқиды, үлгілі оқушы. Жасы кішкентай болса да өз уақытын тиімді пайдалана біледі. Күнделікті сабақтан шыққан соң қосымша сабақтарға барады. Таңертеңгі сабақ біте сала, біз мәнерлеп сырғанау үйірмесіне барамыз. Жаттықтырушымен жаттығып, сайыстың бағдарламасына дайындаламыз. Соңғы кездері баламның шахматқа деген қызығушылығы артқан. Әр күніміз сабақ кестесінде үйірмелерге толы. Біз бос уақытты тиімді өткіземіз. Мәнерлеп сырғанаудың хас шебері. 2014 жылы Астанада оқушылар арасындағы чемпионатта Қостанайдағы мәнерлеп сырғанаушылар байқауында халықаралық Dubai Golden Cup чемпионатында шебер өнер көрсетіп,
алдыңғы орындарды иеленді. Сондай-ақ жас өнерпаз шахмат үйірмесіне де қатысады. Мектепке барып қосымша сабаққа қатысқан өте ұнайды. Өскенде мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионы болғым келеді. Нұриддиннің арманы Денис Тендей мықты спортшы болу. Хабарымыз жалғастырамыз. Менің жанымда Әмина. Әмина 9 жаста оқушылар арасындағы шахматтан 2015 жылдың Азия және әлем чемпионы. Қазыбек Нөгербек 11 жаста оқушылар арасындағы шахматтан 2015 жылдың күміс жүлдегері. Екеуі бір ойын ойнап тастады, байқадыңыздар ғой. Қаншада қанша? Бірде бір. Әдейі ұтылдың ба? Әлде әдейі теңестірдіңдер ме? Әлде шын мәнінде ме? Шын мәнінде. Ал қазір екінші ойында не болып жатыр? Әлі белгісіз. Шамамен, Әмина. Кім жеңуі мүмкін? Білмеймін. Білмеймін. Мүмкін сен жеңерсің. 1 килограмм жемісті екеуміз бөліп жейміз. Жақсы. Жалғастыра беріңдер, жарайды ма? Содан кейін болған кезде айтасыңдар. Ал біз Нұрша ханымның шәкірттерін осы жерге шақырсам деп отырмын, және де соның алдында бір қызық ақпаратты айтсам деп отырмын. Жалпы, даңқты композитор Моцарт 3 жасында фортепианода ойнап, 6 жасында музыка жаза бастаған. Көркем шығармаларымен күллі әлемді мойындатқан қылқалам шебері Пикассо тілі шықпай жатып сурет салған. Ал Гиннестің рекордтар кітабына енген Корей физигі қазірде әлем бойынша ең ақылды адам саналатын Ким Ун Кьонг 3 жасында студент атанып, 6 жасында оқуын тамамдап үлгерген. Міне, біз бүгінгі хабарымызды жылдың соңында біздің еліміздің осы қоғамның байлығы, әр ата-ананың мақтанышы кішкентай вундеркинд балаларға арнап отырмыз. Нұрша ханымның кішкентайларын қарсы алайық, оқушыларын қарсы алайық. Ділназ Ахметқалиева және әдеби шығармаларды сатылай талдаудың шебері Мұрат Жаумұртбай. Қош келдіңдер, балақайлар. Көңіл күйлерің қандай? Жақсы ма? Отыра қойыңдар. Ділназ, ал таныса жақында. Жастарың нешеде, қандай мектепте оқимыз? 66-шы мектеп лицейінде. Жасым 12-де. Жасың 12-де. Әдебиетті жақсы көреміз, Мұрат, Қандай шығармаларды ерекше оқисың? Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы тағы? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин. Нұрша ханым, бірінші бізге дұрыстап осы жүйені түсіндіріп берсеңіз. Жақсы, рахмет. Сұрағыңызға, бұл технология біздің ұлт зиялылары, алаш арыстарымыз Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауыт, Мағжан Жұмабаевтың бізге қалдырып кеткен мұраларының негізінде қаланған. Жалпы 94-95 оқу жылынан бастап Алматы қаласында бірнеше мектептерде эксперимент жүргізгенбіз. Кейін осы биыл 3-ші жыл Астана қаласындағы нөмір 66 мектептің директоры Шай Ахметова осында шақырып, Астана қаласында қазір 4 мектеп, бір балабақшада эксперимент жүргізіп жатырмыз. Жаңа айттым, бұл технология негізгі идеялар біздің алаш арыстары. Енді соның бір-екеуіне мысал келтіре кетейін. Мысал келтіріп айтып отырмыз. Ахмет Байтұрсынов былай дейді, әдіс керекшіліктен шығады дейді. Әдістің жақсы жаман болмағы оның қажет сінетін орнына байланысты дейді. Егер де жазуының емелесінің жүйесі басқа болатын болса, бір елдің оқыту әдісі, екінші бір елдің оқыту әдісі болуға тиіс емес дейді. Шын мәнінде біз осы уақытқа дейін қазақ тілі мен әдебиетінен басқа пәндердің барлығын көшірме түрінде оқып келе жатырмыз ғой. Ал әдістеме жағынан қазақ тілі мен әдебиеті де сол басқа елдің әдістемесіне негізделіп келді. Енді оның барлығы осы алаш арыстарының кезінде жабулы қазан күйінде болғаннан шығар, біздің ғалымдарымыз оны білмеді деп айта алмаймыз, бірақ жарыққа шығара алмады. Екінші бір Ахмет Байтұрсынов тағы айтады. Қазақ мұғалімдерді дейді, қазақ баласын оқытатын ноғай мұғалімдерді білмегендіктен бе, әлде бір басқа себептері бар ма екен, оқытуды дыбыспен жаттықтырудан бастамайтын көрінеді дейді. Егер де оқытуды дыбыспен жаттықтырудан бастайтын болса, онда баланың жазуға да оқуға ынтасы өте жоғары болады дейді. Істің басы түзу болса, оның аяғы да дұрыс болады деген пікірді айтып кеткен екен. Жалпы бұл енді теориялық жағынан біз қазір осы Ділназға бір кез келген сөзді айтайық, үш тілде талдап бере аласың, Ділназ? Мансұр, сен айтшы бір кез келген сөзді. Тәуелсіздік жақында болды ғой. Желтоқсан. Ал, желтоқсанға байланысты біз Ділназдың талдауын тыңдайық. Желтоқсан. Бұл сөз екі құрамнан тұр. Желтоқсан. Тұлғасына қарай желтоқсан туынды түбір. Себебі аналитикалық немесе морфологиялық тәсіл арқылы
екі негізгі түбірдің қосарлануынан жасалған, бірігуінен жасалған біріккен туынды сөз. Құрылысына қарай күрделі себебі ритм ырғағы жағынан бірідай, лексика-семантикалық жағынан бір тұтас, лексика-грамматикалық жағынан бір бүтін тұлға болып тұрақталған құрама сөз. Шілде. Енді орысша. Декабрь. Это слово по составу простое, так как состоит из одной основы. Начальная форма этого слова – что? Декабрь. Лексическое значение – значение месяца. Общее грамматическое значение – значение предмета. Так как предметом грамматики называется все о том, что можно спросить, это кто или что. Морфологические признаки – именительный падеж, третье склонение, единственное число, женский род. Ағылшынша. December. The word December. This word consists of one component, December. According to the form, December may understand because the main part of the word, which can be divided into parts further. According to the structure, simple because it consists of one derivative stem. The word has one lexical and two grammatical meanings. Lexical meaning it's a name to a common thing. The first grammatical meaning it's a noun. The second grammatical meaning objective case of a noun. Құрметті көрермен, сұрағыңыз бар ма? Жауап береді. Біздің кішкентай Мұрат та жауап береді, кез келген шығармаға байланысты ғой. Енді бұл бір сөз ғана ғой. Бұл енді бізде Мұрат біздің жаңағы тәжірибелік алаңның 3-ші сыныбында оқып жатыр. 1-ші сыныптан бастап жаңа ұлыларымыздың айтып кеткендей, дыбыспен жаттықтырудан бастадық қой. Бұлар жазбастан бұрын біз А дыбысы деген қандай, соның барлығын. Қазір енді бұлар оны 3-ші сыныпта дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беру. Бұл өзі 10 деңгей, баланы қызықтыру үшін біз деңгейлерді өсіріп отырамыз, күрделендіріп. Енді Мұрат қазір негізі 4 пәннен талдайды. Қазақ тілінен, математикадан және әдебиет дүниетанудан. Енді бүгін қазір қазақ тілден бір жалқы есімді талдап берсін бастап. Талдапсың, сіз сұраңыз. Біз Мұрат өзің қандай сөзді зат есімін бір зат есімді алды, талдап. Апайың атын талдап беру ғой, Ләйлә апайың. Ал, Ләйлә апа, менің атымды талдап бере ғой. Бұл сөз бір құрамнан тұр, Ләйлә. Тұлғасына қарай Ләйлә негізгі түбір, себебі сөздің әрі қарай бөлшектенбейтін, мағына беретін негізгі бөлігі. Құрылысына қарай Дара, себебі бір ғана негізгі түбірден тұр. Сөзде бір лексикалық, екі грамматикалық мағына бар. Лексикалық мағынасы табиғаттың бір бөлшегі, тіршілік иесі, адам есіміне берілген атау. Бірінші грамматикалық мағынасы лексикалық мағынаның жалпылануынан жасалған жалпы грамматикалық мағына зат есім. Екінші грамматикалық мағына атау септігінің нөлдік тұлғасы арқылы берілген категориялық грамматикалық мағына атауыштық мағына. Ләйлә кім деген сұраққа жауап береді, ендеше бұл зат есім. Зат есім дегеніміз кім, кімдер, не, нелер тағы да басқа сұрақтарға жауап беріп, заттың нәрсенің құбылыстың деректі, дерексіз ұғымның атауын білдіретін сөз табы. Мағынасына қарай жалқы есім, себебі адам есімін жекелеп даралап аталуы. Жанды, себебі тіршілік иесі. Деректі, себебі көзбен көріп, қолмен ұстап тануға болатын деректі ұғымның атауы. Нақты, себебі деректі болған нәрсе нақты болады. Енді осыны фонетикадан да талдайды. Енді уақыттың қызына байланысты әдебиетін талдап көрсетсін, әдебиетпен талдай ғой. Қазір қыс мезгілі ғой. Абай атаңның қыс өлеңін талдап. Ал жақсы. Шығармаға көшейік. Құсапай Құнанбаев. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаңды алды. Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шиде мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Авторы Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, ойшыл, философ, сазгер. Ол 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының Шыңғыс тауының етегінде дүниеге келген. Ол 45 қара сөздің, 3 поэманың, лирикалық өлеңдердің авторы. Ол 1904 жылы дүниеден озды. Тақырып белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындық өмірдегі болмыс бітім автор ойының қазығы. Бұл өлеңнің тақырыбы қыстың ерекшелігі,
қыс мезгіліндегі ауыл ел өмірі. Жанр түрі поэзия, өлең. Өлең дегеніміз белгілі бір өлшеммен қиыннан қиыстырып, үйлесімдер ғақпене қосып келетін өрнекті сөз жүйесі. Идеясы автор тақырып арқылы шынайы өмір көріністерін суреттегенде, оны өз көзқарасы, өз ниет-танымы тұрғысына бейнелейді. Сол арқылы мақсат мүддесін, арман тілеуін білдіреді. Бұл өлеңнің идеясы ақын адамдарды қыстың қытымыр қаталдығына қарсы тұра білуге шақырады. Шумақ аяқталған синтакстік бір тұтас ойды білдіреді. Бұл өлең 3 шумақты. Тармақ өлеңнің әр жолы бұл өлең 12 тармақты. Бунақ белгілі бір дауыс ырғағымен бөлінуі. Бұл өлең 3 бунақты. Бун сөздің құрамдағы дауысты дыбыстың санына қарай анықталады. Бұл өлең 11 буынды. Құрметті көрермен, сіз не дейсіз енді? Айтарға сөз жоқ дейсіз бе? Жоқ, сөзім жоғы бұлай тұрсын. Мұрат, жасың 9-да. Қазір 2 минуттан көп айтты. Бір шығармаға талдау жасады. Қанша уақытта жаттайсың? Бұл енді жаттау емес, дағды арқылы келеді. Бұны да Жүсіпбек Айматов айтып кеткен. Дағды арқылы. Сіз жаңа байқадыңыз, әдеби теориялық ұғымдарды тіпті біздің студенттеріміз де дұрыс айта алмайды ғой. Ал бұл балалар сол дағды арқылы бір өлең, өз алгоритмге құрылған бұл технология. Сол алгоритм арқылы бір өлеңнің үлгісін тауып алса, бала қалғанын өз бетінше жасап, сол өлеңнің ішкі мазмұнын түсініп, сосын сөйлегенде көріп отырсыз ба, жалпы қазақша сөйлеу, қазақ тілінде сөйлеу шеберлігінің қалай қалыптасқандығы. Болашақта біз ойлаймыз, біздің елбасымыз сияқты шешен, Бекболат ағалары сияқты сондай шешен, мақал мәтелдерді қосып айтатын нағыз қазақтың ұлттық тұлғалар болады деген ойымыз бар. Милар ашып кетпесе болды. Жоқ. Мынау сол осы балаларымыз сусындап жатқан кітап, сондықтан сіздің де балаларыңыз осымен ары қарай сусындасын деп, осы кітапты сізге сыйға бергім келеді. Рахмет сізге көп. Бұл бір бастауыш сыныпта тілдік бірліктерді сатылай кешенді талдау. Бүгін барып балаларымды отырғызайын, өз балаларым. Бұл енді біздің кітаптардың бір ерекшелігі, қазақ тілі болсын, математика, барлық пәндер мынаның ішінде тұрған сізде. Бұл кітаптар оқушыға да, балаға да, ата-анаға да арналған. Керемет. Таба алады ғой кез келген жерден? Жоқ, таба алмайды. Біз кімді оқытамыз, соған ғана береміз. Тыңдап отырмыз. Көрерменіміз біраз болды, күтіп қалды желіде. Сәлеметсіз бе? Эфирдесіз. Алло. Иә, қайырлы күн. Сізде? Алло, сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе? Сізде таңғалып отырған шығарсыз, иә, бұл жайтқа, иә? Міне біздің балалар осындай. Алло, сәлеметсіз бе? Тілде сөйлейді. Айта қойыңыз, эфирдесіз. Мен естіліп тұрмын ба? Естіліп тұрсыз. Сәлеметсіз бе, Ләйлә ханым. Өте қуаныштымын, бірінші рет тұрмын хабарыңызға. Және түскен кезде Тура Нұрша апайыма түскеніме өте қуаныштымын. Бұл кісі менің ұстазым болған. Мен осы кісінің шәкіртімін. 2001-ден 2003 жыл аралығында оқығанбыз. Қазіргі менің есімім Айжан, енді бұл кісінің уже есімде жоқ шығар мүмкін. Апайым мүлдем өзгермепті, сол қалпы. Апайымды көріп қуанып отырмын. Сіздердің қысқа ғана уақытта ұл мен қызымызды көріп, өзімнің мектеп кезіндегі есіме түсіп кетті. Бізді қалай оқытқаны бұл кісінің. Қалай қатал болғаныңыз деп қойсаңызшы. Қатал болған ғой деймін, а? Қатал көрінгенмен өте жұмсақ, бірақ требовательный, талапшыл болған. Білімін жақсы беретін және талап ететін. Біз талай ауылдарға шыққанбыз, ашық сабақ бергенбіз, Көлсай елді мекеніне барғанбыз. Ал айтыңызшы, қазір сіз осы апамыздың енді алған білімін сусындатып жүрсіз бе ары қарай? Балаларға сабақ бересіз бе? Мен қазір одан бері уже қанша жыл өтіп кетті. Мен қазір жасым 30-да, менің 3 балам бар, бірақ сол алған білімім менің балаларымның сабағына оқытқанға қазір білесіздер ғой, программа қандай қиын, көп көмегін тигізіп жатыр. Мен қазір жұмыс жасамаймын, бірақ үйде балаларыммен тәрбиесімен айналысамын. Жақсы. Сондықтан үлкен рахмет. Сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сіздерге хабарласқаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Мінекей, құрметті көрермен, бүгін біз жылдың соңында өзі белгілі бір межеге жетеміз ғой. Белгілі бір зерттеулер жүргіземіз, түрлі анализ жасаймыз осы жылға. Бүгін студиямызға өте талантты, дарынды, ерекше балалар шақырып отырмыз. Ділназ, болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Неге әдебиет емес? Неге педагогика емес? Неге филология емес? Себебі қазіргі таңда көптеген адамдар өте қауіпті және де ауру дертке шалдығады. Сол адамдардың өмірлерін сақтап қалғым келеді. Не деген гуманизм, не деген қазірден ойлап отырсың соны, иә? Үйде кім дәрігер? Аналары, анасы да, әкесі де бұл кісілердің
ол салада емес. Мүлдем, мүлдем басқа салада. Себебі біз мына кітаптарымыз арқылы ең бастысы ұлттық құндылықтарға тәрбиелейміз ғой. Қалай балаларды таңдап аласыздар? Жалпы классқа емес, белгілі бір балаларға жүргізесіздер ғой бұл эксперимент? Жоқ, бұл сынып бойынша жүргіземіз. Мына мысалы қазір 2 бала қалай талдап отыр, сол сыныптың балаларының барлығы солай талдайды. Осылай талдайды. 3 тілде. 3 тілде. Тағы да бір сөзді талдау. Алмас мырза, әңгімеге араласыңыз. Тәуелсіздік дегенді талдасыншы, жақында ғана тәуелсіздігін Ділнәс, жылдам, жарнамаға дейін. Тәуелсіздік бұл сөздегі құрамнан тұр. Қазақшасын айтпа, тек қана орысшасын, ағылшыншасын. Это слово по составу простое, так как состоит из одной основы. Начальная форма этого слова «что?» – независимость. Лексическое значение – быть свободным, быть независимым. Общее грамматическое значение – значение предмета. Так как предметом называется все то, о чем можно спросить, это кто или что. Морфологические признаки – именительный падеж, третье склонение, единственное число, женский род. Слово «независимость» отвечает на вопрос «что?», значит имя существительное. Это часть речи, которая обозначает предмет. Синтаксическая роль – подлежащая. The word independence. This word consists of 3 components. Independence. According to the form, depend, main stem because the main part of the word, which can be divided into parts further. Independence. Derivative stem because it is formed by the morphological way of adding suffix ends and prefix in to the main stem depend. According to the structure, simple because it consists of 2 derivative stems. The word has 1 lexical and 2 grammatical meanings. Lexical meaning it's a name to a common thing. The first grammatical meaning it's a noun. The second grammatical meaning common case of a noun. Question: what? Because it's a noun. Noun is the name of a thing, place and of a person. Жақсы. Мінекей, құрметті көрермен, тәуелсіздіктің балалары осындай керемет, ерекше, дарынды. Қазір жарнамадан кейінгі бөлікті біз шахматқа арнаймыз. Шахмат логикалық ойын. Мұнда ойлау қабілеті, шыдамдылық пен темірдей төзімділік керек. Мен шахматты жақсы көрем. Ойынның өзі ұнайды. Шахматқа 6 жасында келгеніммен, оның маңызын 7 жасында ғана түсіндім. Мен үшін мына медальдің орны бөлек. Шахмат әлеміне әкелген де осы. Менің алғашқы ресми жарысым шетелде болды. Халықаралық чемпионат Новосибирск, Волгоград, Кольцовода өтті. Онда мен 8 жасқа дейінгі ұлдар арасында бірінші орын иеленіп, медаль мен кубок алдым. Сосын Қазақстан чемпионатына қатысуға жолдама берді. Ол маған Азия чемпионатына жол ашты. Мұнда мен чемпион атандым. Осылайша 8 жасында шахматтан спорт шеберлігіне үміткер болдым. Ал Қазақстан ТМД елдері шекарасын асып, қатысқан жарыстарының ең біріншісі Оңтүстік Африка Республикасында өтті. Әлем чемпионаты. Мен онда 64 қатысушының арасынан 17-ші орын иелендім. Қазақстанның түкпір-түкпірінде болғанмын. Түрлі жарыстарға мені анам апарады. Мен баламның арқасында шахматты меңгеріп алдым. Бұл маған алыста, шетелде жүргенде көп көмектеседі. Себебі ұстазы алыста болған кезде балам менімен бірге өзінің ойындары мен жүрістеріне сараптама жасайды. Алмас мырза менің жанымда қазір, біз Қазбек пен Аминаның жанына келдік. Ойын әлі аяқталған жоқ. Не істеп отыр? Екеуі де мықты шахматшы болғаннан кейін енді созылады. Ойын жарты сағат болсын, 1 сағат, 2-3 сағат балалар қарамастан ойнай береді. Енді соған үйренген, соған талпынысы бар. Мына ойыны қарайтын болса, осы партияның соңы, яғни эндшпиль деп аталады. Фигураның өте аз. Дегенмен жағдай өте қиындырақ. Құрметті оператор, жақынырақ алып көрсетіңізші, біздің айтып отырғанымызды нағыз шахматшылар эфирді көріп отыр ғой. Көріп, олар өздерінің болжамын жасасын. Кім жеңуі мүмкін? Қазбек жеңуі мүмкін бе, Амина жеңуі мүмкін бе? Алмас мырза, сіз комментарий айтып едіңіз. Амина кішкене жақсырақ болар. Амина, сенде мүмкіндік бар дейді жеңуге, бірақ сенің қанша қара? 1, 2, 3, 4, 5 фигураң қалыпты. Аминаның мысалы жерде ладьясы бар, және бір фигурасы слоны бар. Ал Қазбекте аты пен слоны бар. Бірақ дегенмен Қазбектің пешка саны көбірек. Сол үшін енді тапқырлығына байланысты болады. Қайсы, мысалы, бәрі жерде бір қате ход жасса болды, партияның бәрі ойыны шешіледі. Қарайғы,
бақылады. Біз көп тұруымыз мүмкін, өйткені екі балада біреуі әлем біріншілігінің чемпионы, екіншісі күміс жүлдегері, сол үшін екеуі де беріле қоймайды деп айта аламын. Қалай дайындайсыздар осындай балаларды? Мысалы, баланың шахматқа деген сүйіспеншілігін ояту үшін. Оларды бірінші ең алғашқыдан кішкентай кезінен қараймыз, олар бізге алып келеді. Әрбір бала үлкен бір чемпион болып кетеді деп айта алмаймыз. Айту мүмкін емес, иә? Жоқ, мүмкін емес, және балаларының өзіне байланысты. Мысалы, қаншалықты уақыт бөле алатыны, және де мысалы көп әке-шешенің ойынша балаларымызды алып келеміз, билейміз, болды, үлкен чемпион болып кетеді. Сіз ода чемпион жасауыңыз керек. Бірақ ол мүмкін емес. Әлия Юсупова айтқан еді ғой, құрметті көрермен, эфирге келгенімізде. Осы кішкентай қыздарын жетектеп алып келеді де, менің қызымды өзің сияқты чемпион жасауың керек деп айтады дейді ата-аналар. Мен түсінбеймін дейді. Қалай мен ол кішкентай қыздарды әп-сәтте бір жарты жылдың ішінде немесе бір жылдың ішінде чемпион жасайтын? Ол өте бір қиын жұмыс дейді. Баланың өзінің болмысына қарау керек дейді. Болмысына, талантына, бәріне қарау керек. Бірақ ынтасына. Егер мысалы бала өзімен өзі кішкентай кезден бастап көп уақыт бөле алмайды. Оған қыдырғысы келеді, баланың балалығы бар, және бұл жерде әке-шешесінің көмегі қажет. Егер уақыт бөліп, жұмыстан кейін болсын, басқа болсын, көңіл бөліп, уақыт бөліп көмектессе, үлкен дәрежеге жетеді әрбір баланың. Және өзіміздің енді қазақ халқының кішкене логикаға деген үйірімі бар, және соның арқасында әрбір баланың шансы бар. Біз тағы да қарайық, құрметті көрермен, қандай жағдайда екен? Не болып жатыр? 1 килограмм жеміс кімге кетер екен? Бәстескеніміз ғой, құрметті. Ал? Яғни мысалы әрбір бала 3 минут өтті, қазір не өзгерді? Созып келе жатыр да енді. Берілмей жатыр, екі жақта. Мысалы, Қазбектің пешкасы соңына дейін шығып қалса, жетіске жетеді. Мына пешка егер соңына дейін. Оның мысалы қазір ең мақсаты соны жеткізу. Ал Аминаның мақсаты? Аминаның мақсаты? Тұра тұрыңыз, айтпаңыз. Амина, сенің мақсатың не? Ладияң не істеу керек? Микрофон дала ғой. Айта ғой. Қазір ағайды тексереміз біз, Алмас ағайды. Ол Ладияны айтып қалды, сен Ладияны не істеу керек екен, сен өзің айтар қарай. Мен Ладияны бірінші бұл пешка жүрмеу үшін тоқтатуым керек. Және де тырыссам Ладиямен, солонмен, корольмен мат қойғым келеді. Дұрыс па? Иә, әрине. Және мысалы әрбір баланың біздің мысалы академияның неліктен үлкен дәрежеге жетісті балаларымыз чемпион болып жатыр, жарыстар өтіп жатыр. Олар мысалы басына келгенде ең алғаш бір тренермен, жаттықтырушымен бастайды. Ол тек қана бастайды, кішкене қызықтырады дегендей, кәмпит беріп, басқа да қызықтырып, енді басты. Әрине онсыз болмайды. Мысалы, және де олар кішкене ұтқаннан кейін, медаль алғаннан кейін қызға бастайды. Ұмтылысы артады. Ұмтылысы артады. Және де одан кейін екінші бар, мысалы, жаттықтырушы кішкене дәрежесі биігірек. Солармен бастайды. Және сол бір тренерлер жоғары, мысалы, қазір екеуінің тренері гроссмейстер. Енді болашағынан үлкен үміт күтіп отырған балалар. Әрине. Әлем чемпионы болатын балалар. Осы жолда сіздер еңбек етіп жатырсыздар. Мысалы, әрбір үлкен ересек адам екеуінің барған мемлекеттерін әлі барып көрмеген. Мысалы, екеуі де Грекия мемлекетіне, Словения, оңтүстік Африканың өзіне дейін барып жүр. Сингапур, Таиланд бармаған жерге барып келіп жүр. Сол барлығы шахматтың арқасында. Қандай керемет, құрметті көрермен, мінекей балаларыңыздың бос уақыты болса, онда міндетті түрде шахматқа беріп, бірдеңе өзгерді ғой деймін. Иә, енді сол. Қатты тарсылдағанына қарағанда, уақыттарыңыз болса, міндетті түрде онда балаларыңызды шахматқа беру керек екен. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қаншалықты шыдамдылық. 1 сағат бойы тапжылмай, 2 кішкентай баламыз, 2 чемпионымыз екінші ойынын өткізіп отыр қазір. Тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе? Көрерменге кезек берейік. Сіздің сұрағыңыз, аз ғана уақытымыз қалды. Алмас мырзаға, біздің балаларға, эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Келесі жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Менің 2 сұрағым бар еді, біреуі осы отырған балаларға және біреуі сізге. Бірінші сұрағым, балалар, сендер осы үйірмеге бару үшін сендерді ата-аналарың қыстады ма, әлде сендер өздерің осы үйірмені таңдадыңдар ма? Қазбектен сұрайық, бірінші Қазбек микрофонды ала ғой, айта ғой. Мені әкем 4 жасымнан
Жоқ, 3 жасымнан шахматқа үйрете бастады. Сонда мен Қиналып апарды ма дейді сені? Жоқ, маған өзіме шахмат ұнады. Содан мен өзім шахматқа бардым. Жақсы. Амина, микрофонды алып айта ғой. Сұрап отыр біздің көрермендер. Сендер сияқты чемпион болып дүние жүзін араласақ дейді. Мен 4 жасымнан бастап маған атам шахмат үйретті. Ол маған көрсеткен жүрістері қатты ұнағанда маған шахмат ұнады. Содан мені шахмат өзімнің қалауынша мен шахмат мектебіне бардым. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Ал, ойынды аяқтайық. Алмас мырза, 1 минутымыз қалыпты эфирдің соңына дейін. Жеңімпазды анықтайық. 1 килограмм жемістің. Бұл жерде енді кішкене позиция қатты өзгеріп кетті. Пешка жақындап қалды. Пешка жақындады, қараңыздар, көрсетейік, Пешка көрермендерге. жақындап қалды, сол үшін Қазбектің жеңісі нақты болып тұр бұл жерде. Амина, келісесің ба? Берілмейсің ба микрофондан? Білмеймін. Қазбек, жеңетін сияқтысың ба? Жеңесің ғой? Жеңемін. Жақсы. Біздің уақытымыз жоқ, құрметті көрермен. Сол себептен біз ойынды осы жерден тоқтатайық. Алмас ұстазының айтуы бойынша бұл жерде жеңімпаз Қазбек болады. Аяқтайыңыз, қол алсыңыздар. Рахмет. 2 чемпион. Болашақта баяғыда кішкентай кезде біз Карпов пен Каспаровтың ойындарын көріп өскен тұғынбыз. Ой, бүкіл әлем болып көрдік қой енді ол кезде. Мінекей сіздерді де сонда биік дәрежеден көргіміз келеді. Құрметті көрермендер, жалпы балаңызды ойынға емес, ойлауға көбірек дағдылаңыз. Жүздескенше дегім келеді. Рахмет сіздерге.